Қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте дәмді ыстық нанның рецептісімен бөлісемін. Күн салқында отбасыларыңызға осындай ыстық ерекше нанды дайындап қуансаңыздар болады. Міне мен сіздерге қазір арасын кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, сүт, шекер, тұз, ашытқыны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан сұйық майды қосып, тағы да бір рет араластырып, аз мөлшерден ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң бетіне сұйық майды жағып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Уақыт өткеннен соң қамырымызды алып, бір үлкен нан немесе мен секілді 3 кішкентай нан жасасаңыздар болады. Осылай бөлшектерге бөлеміз, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң қамырымыз кішкене көтеріледі. Осы қамырды үстінен басып, нанның формасына келтіреміз. Қатты қалың қылудың қажеті жоқ, себебі арасы піспей қалуы мүмкін. Қамырымызды майланған табаға немесе пергамент төселген табаға қоямыз. Ал енді үшінші қамырдан мен сопақ нан жасаймын. Ол үшін қамырымызды видеодағыдай 4 бұрышты етіп, рулет секілді тығыздау қылып орап, үстінен басып, қатты күш салмай созамыз. Сопақ нанымызды табаға салып, бетін пышақпен кішкене тіліп шықсаңыздар болады. Ал домалақ нанды шанышқымен басып шығамыз. Бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткеннен соң қамырымыздың пішіні кішкене ұлғаяды. Ал енді домалақ нанның бетіне жұмыртқаның сарысын немесе сүт жағып шықсаңыздар болады. Мен сүт жақтым. Жан-жағына, ортасына және ортасына күнжутты септім. Ол өз қалауларыңыз. Ал сопақ нанның бетіне кәдімгі ақ ұнды сеуіп шықтым. Енді пешке 180 немесе 200 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Нандарымыз осындай болып шығады. Арасы да өте жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін. Біздің үйдегілер осы нанды майдалап турап, сары май қосып араластырып жегенді өте қатты жақсы көреді. Ал достар, рецепт ұнаса маған тіркеліп, лайк басып, пікір жазуларыңызды сұраймын. Рахмет.